Қайырлы күн достар, сіздермен бүгін орешка дайындайтын боламыз. Ол үшін қажетті заттар 2 жұмыртқа, сары май, ұн, қант пен тұз және де разрыхлитель теста, ыдыс және де венчик, яғни араластырғыш қажет болады. Ендеше кеттік, сіздер арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Енді достар, осы ыдысымызға біз сары май салатын боламыз. Сары май үй температурасында болса да бола береді, немесе жылытып кәдімгі сұйық болған сары май да өте күшті кетеді. Бізге осыншалықты, яғни бір сары майдың жартысы қажет болады. 180 грамм болса 90 граммындай саламыз. Енді сіз орешканы қаншалықты көп істейсіз, соған байланысты болады. Енді осыған біз аламыз да қантымызды саламыз. Қант, бұл жерде мен бұрышына тұз сала салғанмынша. Қантты мөлшерімен өздеріңіз қарап сала бересіздер. Менде 3 қасықтай шықты. Енді бұған кішкене разрыхлитель араластырып аламыз да. Кішкене ғана, міне, все. Енді осыны біз араластырып аламыз. Осылай қант пен майды араластырып, сұйықтық болады. Сол кезге дейін араластыру қажет. Егер сізде сұйық май болатын болса, сұйық сары майшы, онда өйтіп қатты араластырудың керегі жоқ. Менде үйдегі температурадағы май болғандықтан кішкене ерітіп алуым қажетпін. Енді осыған біз 2 жұмыртқаны салатын боламыз. Енді бұған біз ұн салатын боламыз. Ұнды мен көз мөлшерімен саламын, сіздерге қасықтап көрсете салайын. Енді сұйықтық қаншалықты болады, онда соншалықты қажет қой. Соған байланысты өздеріңіз сала бересіздер. Көріп жатқандарыңыздай осындай қою болып жатыр. Бұл бізде қазір біраздан кейін жұмсақ қамыр болады. Тағы ұн салу қажет. Осылайша қамырды илеп алатын боламыз. Өте жұмсақ, қолға жабыспайтын, әдемі, сап-сары, эластичный, осындай бізде қамыр жады, кішкене илеп аламыз. Біркелкі бізде қамыр шығады, сап-сары, міне қолға да жабыспайды. Енді қамырымыз дайын. Дайын болған қамырларды домалақ шариктерге бөліп аламыз. Менде 12 шарик бірден сыяды ыдысыма, сондықтан 12 шарикті дайындап алып, әдемілеп салып, шетінен қызарып, сап-сары әдемі болып шыққанша қызартып пісіріп аламыз. Ол үшін 2-3 минутта дайын болады. Менде российский прибор, арнайы осы орешкаларды пісіруге арналған. Осындай орешкалардан менде шамамен 50-ге жуық шықты. Оларды бөлгенде 25-26 орешка дайын болды.
Одан кейін осылай барлығын қызарып пісіріп алған соң сгущенканы аламыз. Мен осындай баночкадағыны алдым. Так, оны бір-біріне жабыстыру үшін шет жағаларын сол сгущенкамен жақсаңыз бір-біріне өте жақсы жабысады. Осылай шетінен дайындап орешкамыз әдемі сап-сары болып дайын болады. Осы рецептпен қолдансаңыз, лайк басып, басқалармен бөлісіп, комментарий жазып, арнама тіркеліп алыңыз.